Мына қазір біз Равоннан отырып 1.6, 1.5 механикамен көріп тұрғандарыңыздай электро, простой комплектация 3 миллион теңге дейді. Тартысы нормальный. Майтофон еш нәрсе жоқ бұл жерде. Жоқ бар. Майтофон енді сенсорный жоқ, Сенсорный. Майтофон өзінікі. Обычный кондиционер жоқ. 1.5 объем. 8 цилиндр. Қанша цилиндр? 4 цилиндр. 4 цилиндр. 16 клапан. 16 клапан. 1.5 объем. Цепной двигатель бар. Цепной двигатель дейді. Гур жоқ, гур жақсы екен гур, Мына жерде ABS сондай бар ма? Иә, бар. ABS, надо ше ABS. Олар да бар. Бұлай артқа қалай салады? Артқа. Мына артқа салған көрсетіп жүр. Артқа мына бұлай салады екенбіз, достар, мынада көтеріп барып алға. Басқаша бар. Айдағын өте жеңіл көрінеді екен. Жеңіл екен. Бұлар 3 миллион деп тұр, Ал электропакет полный емес, енді средний электропакет қанша болады? Средний электропакет 3 миллион 400 болады. Уже 400 мың қымбатта кетеді оларға. Обслуживание қандай бұларда? Сосын. Обслуживание бізде болады. Сервиста. Гарантиядан шықпау үшін. Сол 100 мың километр ма гарантия? Да, 3 жыл, либо 100 мың. 100 мың километр. Салмағы қанша бұның? Равонның жалпы? Тонна 400 бар. Тонна 200 даже. 4 тонна 400, Запчастар сіздерден алып ола ма? Бар ма? Иә, заказ жасаңыз болады. Бұл қаяқта жасалған Равон? Бізде. Қазақстанда жасалған? Сборка бізде жасады. Өзбекстаннан келген, бірақ Қазақстанда Сборка жасайды. Жасалған ба? Керемет. Жақсылатады екен. Өшірет қоя салып. Алдынан қойы ма? Өзін қоя салып. Бір түсіржі. Керемет, мұн. Ручник тартып қойық. Міне осылай Равон. Қай жылғы ма? 2020 ма? 2019. 2019 механика. Равон. 3 миллион теңге дейді. Обычная комплектация. Айдағанда бұлай қот жақсы екен. Багажникті көрсек бола ма, брат? Багажник ішіне нәрсіз. Қай жерде? Багажник наяқтан ба? Керемет ашылған. Багажник үлкен екен, 400 литрге дейін сия ма? Запас дөңгелек. Полный размерный запас. Домкрады болған екен. Бәрі бар. Артық сиденьелер. Алға жатады, зат салғанға да ыңғайлы. Керемет. Мотор жақта ашып көрейікші, мотор. Моторын керек, достар. Міне. Мотор. Бәрі енді өзінің 8 цилиндр ма? 4 цилиндр, 16 клапанды бар. Керемет. Мотор кішкентай екен, Французский мотор. Кронс? Донс. Кронс мотор ма бая? Керемет. Міне осындай, достар. Келесі видеода көріскенше каналға жазылып алыңыздар. Және де өз пікірлеріңізді осы машинаға қалдыра кетіңіздер.